Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен мәнті дайындайтын боламын. Мәнтіні бірінші істегеннен өте керемет шығады. Міндетті түрде дайындаңыздар. Қамырына 1 стакан жылы су және 1 шай қасық тұз, көз мөлшерімен ұн салып қамыр ететін боламыз. Қамырымыз орташа болу керек, қатты немесе жұмсақ болмау керек. Қамырымыздың бетіне ыдысымызды төңкеріп қойып қоямыз. Сонда қамырымыз қатты болып қалмайды. Салмасына пияз, картошка, тартылған ет қажет болады. Дәміне қарай көз мөлшерімен қара бұрыш, 1 шай қасық тұз қажет болады. Барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Салмамызды дайындап болам дегенше біздің қамырымыз үйіп әдемі болып тұр. Қамырымызды енді жайып бастаймыз. Мен көрсеткендей орап, бір-бірінің үстіне қойып кесіп шығатын боламыз. Бізде 4 бұрыш қамыр пайда болады, барлығын жайып, бетіне салмамызды салып шығатын боламыз. Мен көрсеткендей түйіп шығыңыздар. Ал енді табамызды майлап, мәнтілерімізді табамызға қойып шығамыз. Бір-біріне жақын араластыруға болмайды, жабысып қалуы мүмкін. Мәнті қазандағы су қайнаған кезде мәнтімізді қойып 40-45 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Мен айранмен қосып жегенді өте қатты ұнатамын. Дәмі өте керемет. Сіздермен болған балалар, қош сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп лайк басыңыздар. Алда көптеген видеолармен бөлісетін боламын.